мектебінің тізімі жарияланды. Сол жылы айта береміз бе? Жоқ, қазір тоқтай тұрайық, потом жалғастыра саламыз. Жақсы кетіп жатыр еді. Иә, генератор істегенше. Еділ уақыт бар ғой, асықпайық, иә? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Бүгін бізде қонақта біздің ЕЗУ университеті ақпараттық технологиялар және қолданбалы математика кафедрасының ассистент профессоры Нұрбек Қахарман ағайымыз қонақта. Қош келдіңіз. Қош көрдік, Баян. Шақырғандарыңызға көп рахмет. Иә, бүгін сізді біздің көптеген студенттеріміздің қалауымен, сұрауымен сізді осында шақырдық. Ол кісілердің сізге дайындаған өте көп сұрақтары бар. Соны қойғымыз келіп жатыр деген сияқты. Енді соны бастамас бұрын жалпы кішігірім өзіңізді бір таныстырып өтсеңіз бізге, жалпы мектеп кезіңіз, университет кезіңіз, жалпы осы жұмыс, жалпы бағытыңыз, бағдарыңыз деген сияқты. Біріншіден, тағы да шақырғаныңызға рахмет. Әрине, студенттердің сұрақтарына жауап беруге мен дайынмын, ашықпын. Мен есімім Нұрбек, фамилиям Қахарман. Баяғыда студент кезде оқытушыларымыз шатыстыратын еді. Бәрін атымен атайды да, мені Қахарман деп айтады. Фамилиям айтуға жеңіл болғаннан кейін шығар. СДУ-да ассистент профессормын. Студенттермен қазір ғылыми жұмыстар жасаумен айналысамын, және математикалық олимпиада деген сабақ бар бізде. Соны сол курсты жүргіземін. 2024 жылдың қыркүйегінен бастап осы СДУ-да толыққанды жұмыс істеймін. Жақсы. Енді жалпы қазір енді сұрақтар барысында ашыла жатар, жаңағы әңгімелер. Мен енді көп созбай бірден студенттерім сізге берген сұрақтарынан бастасам деп тұрмын. Енді сұхбат соның төңірегінде өрбиді деп ойлаймын. Енді ең бірінші сұрақ как раз жаңа мен бастаған әңгімеме келіп тұр. Жалпы мектепті қайда оқыдыңыз? Мектепті әрине ауыл мектебінен бастадым бірінші. Одан кейін кішкене сол математика бағыты бойынша қабілетімді байқағаннан кейін ата-аналым сол республикалық физика-математика мектебіне түстеп сол жаққа дайындады. Сөйтіп 8-ші сыныптан бастап Жәутіков атындағы республикалық дарынды балаларға арналған физика-математика орта мектеп-интернаты, мына толық аты, сода оқыдым 4 жыл. Менің Қазақ ұлттық университетінің қарсысында тұр ғой, иә? Қазақ ұлттық университеті Тимирязевмен былай симметриялы бағытқа қарасаңыз, төмен жағында сол Бұқар жырау, Тимирязев пен Бұқар жырау мектебі бар, қасында интернаты бар. Сол жерде оқыдым. 11-ді тәмамдадыңыз? 11-ші класс тәмамдадым. Енді мектебім, шын айтсам, мен мақтанышым. Ең сол мектеппен өзім оқығаныма мақтанамын. Өте бір мен үшін ерекше орта болды. Өте жақсы. Яғни ағайымыз республикалық физика, математика мектебінде оқыған, е? Қателеспесем, ол Қазақстандағы номер 1-ші мектеп, е? Иә, ол ұзақ жылдар бойы ең үздік мектеп сатысынан түскен емес, әлі де сол. Менің жүрегімде ол әрдайым номер 1-ші. Жақсы, келсем, өте жақсы. Енді мектепте олимпиадамен айналыстыңыз ба жалпы? Қандай жетістіктеріңіз болды? Сол туралы айтсаңыз. Иә, жалпы мен өзі математикалық олимпиададағы жаңағы опытым ол 6-ші класста басталған.
білетін боласыздар. Яғни ауыл мектебінде, иә, Ақбота жаңағы, сосын тағы да кенгуру деген бір олимпиадалар өтетін еді бізге кішкентай сыныптарға арналған. Сол ең бірінші жеңісім сол кенгуру олимпиадасынан болды, 6-шы сыныпта. Содан кейін кішкене бір шабыт оянғандай болды. Әрине одан кейін физика математика мектебіне келгеннен кейін ол жерде арнайы жаңағы іріктеу болады. Негізінен 3 бағыт бойынша, яғни информатика, математика, физика бағыт. Осы 3 бағыт бойынша да іріктеуге қатыстым, соның ішінде математикадан өттім. Олимпиадалық резерв деп атайды ол жерде. Солған өттім. Сол жерден бастап дайындалдым. Сол жерде арнайы мұғалімдер келіп дайындайды. Бұрынғы түлектері, бұрынғы олимпиададан жеңімпаздары келіп дайындайтын. Солардың дайындау арқасында осы саладан шыңдалып олимпиадаларға қатыса бастадым. 9 жастан бастап республикалық олимпиаданың жеңімпазы болдым, халықаралық олимпиаданың жеңімпазы болдым. Енді топ олимпиец болған жоқпын. Өте бір талантты, біздің қатарда сондай бір керемет талантты оқушылар болды математикадан. Солармен бірақ жарысып жүрдім енді. Қанат Атқанов деген, Нұрсұлтан Ходжаев, Хажымұратов Нұрсұлтан Аймаудан 2 рет, 3 рет қатысып, 2 рет алтын алған сондай жігіттермен бірге жарысып жүрдім. Сол олимпиадалық нем. Жақсы. Мынандай бір сұрақ қойғым келіп тұр. Осының арасында енді реті келгесін сұрап жатқаным ғой. Жалпы бір олимпиадада өте көп жетістікке жеткен балалар жалпы ғылымға келе бермейді деген бір стереотип бар деп ойлаймын. Жалпы соны рас деп ойлайсыз ба, жоқ теріске шығарасыз ба? Егер рас деп ойласаңыз, оның бір себебі неден деп ойлайсыз? Ақша мәселесі ме, қалай ойлайсыз? Жалпы олимпиаданың жеңімпаздары енді Қазақстан жайында айтқан дұрыс шығар. Өйткені енді толықтай барлығы ғылымға келе бермейді деп айту дұрыс болмайтын шығар. Ғылым дегенден бірақ математикаға көп келе бермейтін рас. Халықаралық олимпиаданың жеңімпаздары болсын, өте сирек, тіпті өте сирек деуге де болады, келмейді. Енді оның себебін мен өзімше былай пайымдаймын. Мысалы, Қазақстанда мектеп деңгейіндегі математикасы өте жоғары. Әлем бойынша. Бір жылдары тіпті Аймау мысалы Қазақстанда өткен кезде, как раз мен бітірген жылы, 10-шы жылы. Сол кезде Қазақстан оқушылар математика олимпиадасы бойынша мысалы топ 10-ға кірді. Жалпы топ 30-та постоянно жүреді ұзақ жылдар бойы соңғы. Ол деген сөз Қазақстан математикасының мектеп деңгейіндегі деңгей өте жоғары деген сөз. Енді демек балалардың дайындығы сәйкесінше өте жоғары. Мықты балалар бар, тәжірибелі, керемет сондай талантты. Бірақ осы біз мектепте сондай жоғары деңгейде дайындайтын мектеп болғанымен, енді шыны керек 2010 жылға дейін деп айтқанда дұрыс шығар. Соларды ары қарай осы именно математика саласынан ары қарай сол жалғастырып кете алатындай бір деңгейде университет болмаған сияқты сезіледі енді маған. Мүмкін кішкене біреулер келіспеуі де мүмкін, бірақ маған солай сезіледі. Өйткені мен өзімде де болды, мен математика оқығым келді, таза олимпиадаға барған. Менде мысалы өте көп мүмкіншіліктер болды. IT саласына КБТУ мысалға ректорлық грант берді. Мен өзім энт тапсырған жоқпын. Сол сияқты IT университеті жаңадан ашылған еді, 2-ші жыл жұмыс істейтін сол кезде, 2010 жылы. Сол кезде оларда грант берді, олар тіпті мемлекеттік грантқа орын бар деп шақырды. Бірақ енді ол университеттерде математика мамандығы жоқ болды. Мен өзім сол IT саласынан гөрі математикалық мамандықты оқығым келді, таза математика оқығым келді. Ал енді бірақ сол кезде енді Казгуда ғана болды математика. Өзіңіз білесіз. Бірақ келе салған кезде жаңағы сабақтар өте оңай сезілді. Ол кезде бәрібірдей баласың ғой, бір кішкене іштей бір қанағаттанбаушылық болып қалды. Мүмкін осы соның да себебі
сондай орта болмауында шығар, себебі мехматқа біз келдік әртүрлі. Ауылдан да келді, қаладан да келді, НТ-ға әбден шыңдалған балалар түсті, бірақ математикалық қабілеті мысалға біз енді шыны керек енді мақтан емес, айырмашылық болған шығар. Сондықтан бір анандай өте бір микс ортаға түсіп қалдым да, бұрын іріктелген мектепте оқығаннан кейін маған кішкене сол былайынша кішкене дезмотивация сондай болды, кішкене қиыншылықтар болды сондай. Жақсы, сол әсер етеді деп әсер етті, иә. Негізі оны мен негізі мойындаймын, оны жалпы өз басымнан да өткердім. Өйткені мен Талдықорғандағы бір қарапайым мектептен бітіріп келдім да, келген кезде Нүкең сияқты балалар болады. Енді аналарға қарайсың, бірден түсініп алады жаңағы. Өйткені ништа болсын да, мысалы ФМШ-да болсын, тағы да жақсы мектептер көп қой. Ол жерде жаңағы лимит деген сияқты біраз түсініктер беріп тастайтын сияқты да. И олар еркін түсініп отырды. Мысалы менің группаластарым бар, жақсы мектептен келген, олар еркін түсініп отырды. Бірақ біз қатты қиналатын едік та. Сөйтіп солардың өзі бір екіге бөлінді олар. Бір тобы ары қаратай жақсы оқып кетті, өйткені олар күнделікті өтіліп жатқан сабақ қызық болмаса да қосымша өздері оқып, жетекшілермен бірге мақала жазып деген сияқты ары қаратай кетіп қалды да. Бір тобы мынау оңай екен ғой деп оқымай қалды да. Сөйтіп 1-2 жыл оқығаннан кейін келесі 3-ші жылға келгенде қиналды. Өйткені жаңағы функционалдық анализ, нақты анализ деген сабақтар басталды. Енді оны былайша айтқанда қалпақпен ұра алмайсың. Сол жерге келгенде жаңағы біз жақсы результат көрсете бастадық та, нәтижеде жаңағы балалар. Ол сіздің айтқаныңыз өте дұрыс, заңдылық сияқты. Себебі жаңағындай жақсы мектептен келген балалар шынымен де жаңағы анализдің басын шамамен бірінші семестрде өтетін тақырыптарының сызық алгебра болсын, енді жаңағы математика мамандығына түскен кезде негізгі сабақтар бар ғой, сандар теориясы болсын, осылардың бастапқы ұғымдарын шын мәнінде тіпті әсіресе олимпиадаға қатысқан балалар ол біліп келеді. Оларға кішкене анау іш пыстырарлық. Ал бірақ жай мектептен балаларға келген үшін ол жаңа нәрсе. Сондықтан оларда жаңағы көп мотивация. Дегенмен осы жерде жаңағы балалардың қалып қою себебі мен былай түсінемін. Олар бәрібірдей мектеп кезінде сабақ берген мұғалімдер мектепке, олардың жаңағы ойлау, математиканы ойлауы, қабылдауы, олар более жаңағы педагогикалық, ғылыми емес. Ал университетте көбінде ғылыми ойланатын адамдар әрине көбірек. Олар жаңағы тереңірек бір нәрсені түсіндіруге тырысады. Ал ана жаңағы келген балалар оңай екен ғой деп сол кішкене мән бермей кетеді. Сол үшін олар қалып қояды. Ал басынан бастап жаңа қызық болып, жаңа болып келген балалар, олар жаңа үздіксіз олар дамиды. Ол адамның жаңағы үйрену дамуы мынандай жылдам өседі ғой. Сондықтан бір кезде олар тез озып кететін себебі сол. Экспоненциалды ғана функцияның графигі сияқты жайлап бастап бар. Өйткені біз есімде бар, андай сабақтан кейін түсінбегеннен кейін кітапханада көп уақыт өткізетін едік. Ал жаңағы өзіңіз сияқты жақсы мектептен келген балалар қыдырып тойлап сыртта жүретін еді. Сол кезде есімде бар, жаңағы қиналып, өзім сияқты балалар отырады, ауылдан келген жаңағы сырттан келген балалар деген сияқты. Жақсы. Енді как раз осының жаңағы сіз айттыңыз, өзім мақтан етемін мектебімді деп. Жалпы сізге РФМШ-ның түлегі болу қандай бір артықшылықтар берді сізге? РФМШ физмат мектебі республикалық. Ол енді былайша айтқан кезде қолы ұзын мектеп. Ол жерде көп қонақтар келетін еді. Танымал, мысалы тіпті министрден бастап әйгілі жазушыларға дейін үнемі келетін еді. Сосын университет жайлы біздерге көп ақпарат беретін. Тек Қазақстан емес, әлем бойынша осындай университет бар, біздің түлектер осында оқиды, осында баруға болады деп. Яғни болашаққа сен мектеп бітірген кезде өзіңнің жаңағы қызығушылығың мен деңгейіңе байланысты шамамен қайда баратыныңды біліп тұрасың. Сондай бір енді ол бір артықшылықтарының бірі. Енді өйткені осы нәрсені неге айтып отырмын, мен білем, ауылда менен өзімнен бұрын бітірген аға әпкелерім бар ғой, оларда тек қана жаңағы Алматыдағы бір Казгу, сондай Казгуды ғана көреді. Өйткені топ
одан ары қарай көрмейді Иә, шыны иә, керек. иә, иә. Ал енді біздің мектептің түлектері олар көбірек жаңағы кеңірек көреді. МГУ-ды көреді, мысалы баруға болатын. Себебі түлектер шынымен де әр жыл сайын әртүрлі әлемдік топ университетке тапсыратын оқушылар әр жыл сайын шығатын. Сондықтан осы жағынан көп жаңағындай мүмкіншілік берді. Таңдауға қиналған жоқпыз. Сондай артықшылықтары бар. Иә, мысалы Асқар ағайымыз, Уалбаев ағайларымыз, мысалы сосын Дайырбеков, Нұрлан ағайларымыз бәрі сразу бітіреді мектеп. Новосибирск, МГУ деген сияқты университеттерге. Яғни жақсы мектепке мектеп оқушылары жақсырақ мектеп оқуға тырысу керек екен ғой, өйткені ол жерде орта бар, иә. Орта бар, иә. Оқушылардың өздері де біледі, көп информациялар бір-бірімен бөліседі. Иә. Өйткені халықаралық олимпиадаларға көп барады, көп жасағаннан емес, көпті көргеннен сұра дейді ғой. Әрине. Көп көрген білгендері жақсы, өте жақсы. Жақсы. Енді бакалавриат кезеңі туралы бір кішігірім айтып өтсеңіз, сондай бір ол жаңағы түсіндім сіздің жаңағы жауаптарыңыздан, яғни ғылымда көбінесе қайдан келді, қандай бір мақсатпен келді деген сияқты нәрселер қатты маңызды емес. Жалпы бір адамда бір творчестволық қызығушылық, бір ішкі жан дүниесінде бір ізденіс болса, ол жаңағы олимпиаданың жеңімпазы болсын, болмасын, жақсы мектепте оқысын, оқымасын, сол кісілер жаңағы математика таңдап, математиканың ғылымында қалып кететін болып тұр ғой жалпы, иә. Сондықтан осындай бір сіздің ішкі бір ізденісіңізді бір ашып, соған бір әсер еткен мұғалім, сабақ деген сияқты бір жалпы бакалавриат кезеңі туралы кішкене айтып өтсеңіз. Мен сізге осындай бір бағыт бағдар беруге әсер еткен адамдар. Негізі жаңа айтып отырмын ғой, именно математика оқығым келді деп. Шын мәнінде сол ерте бастан басталған шығар. Себебі мен жаңағы физмат мектебіне түскен жылы 8 жаста 2006 жылы түстім. Сол кезде Филдс медалін беріп жатты. Есіңізде болса, мен жазда мектепке түстім. Сол кезде жазда жаңағы Филдс медальдар иегерлерінің тізімі жарияланды. Сол жылы айта береміз бе? Жоқ, қазір тоқтай тұрайық, потом жалғастыра саламыз. Жаңағы жалғастыра берейін. Сол 2006 жылы жаңағы Филдс медальдарының лауреаттарының тізімі жарияланды. Соның ішінде Григорий Перельман деген кісі бар. Жаңағы Пуанкаре есебін шешкен атақты ғалым. 7 есеп дейміз, ана Millennium Prize проблемдер. $1,000,000 беретін. Иә. Сол кісі алды 2006 жылы. Теренс Тау алды. Өте бір математикадағы бір жарқын ключевой адамдар. Сол тізімді көрдім. Бұл екі адамның несі ортақ жері жаңа Тау мен Перельманның. Екеуі де аймоның жеңімпаздары. Екеуі де жаңағы аймодан негізгі ең жоғары 42 болды. Соны 42 фул алды деп айтады. Сізбен де ортақ несі. Сонымен олимпиадаға енді жаңағы келем деп жүрген кезде бәрібір де армандайсың ғой. Аймодан алсам екен, топ болсам екен деп үлкен алдыңа мақсат қоясың. Сол адамдар шамамен ең жаңағы үлкен жетістікке жеткен адам. Соларды көріп, солардың айналысқан нәрсесін көріп, сол бір іштей бір қызығушылық пайда болды әрине. Ғылыммен де айналысуға болады екен ғой. Оказывается, математиканы олимпиададан кейін де осындай нәрсе бар екен ғой деген бір түсінік сол кезде қабылданды. Шықпайтын есептері де бар екен ғой деген сияқты. Оказывается, бітіп қалмайды екен ғой осымен. Сол күресетін нәрсе әлі бар екен ғой деген сияқты. Сондай бір ой пайда болып, сол нәрсе әсер еткен сияқты. Сол үшін математикаға келдім, ары терең зерттеймін деп ойладым. Бірақ енді кішкене бакалавр кезінде сол ой мақсатым уақытында іске аспады. Басқа нәрселерге көңіл бөліп кеттім. Енді ол жастық балалықтың бір желігі сияқты меніңше. Білмеймін енді.
бірақ бәрібірдей сол ар жағында Іштегі тұрады екен, бір нәрсең бітпей қалған сияқты, Со- бірдеңе ойлап едім ғой, осыны істеймін. Соның ақырында барлық жаңағы балалықты тиіп істеп жатқан нәрселерімді ысырып қойып, осы ғылымға келем деп шештім. Сөйтіп докторантураға тапсырдым. Жалпы солай болды. Осы жерде бір айтып жіберсеңіз, жалпы бізді көбірек ғылымға тәрбиелеген, жалпы бір ғылымның этикасын, қыр-сырын көбірек үйреткен математика және математикалық модельдеу институты ғой. Әрине. И сол жермен бакалавриат кезіме қай кезде бір байланыс болды? Бір бәрімізде де бір сол бір кезең бар, бір сонымен байланыс болатын, өтетін деген сияқты. Және сол біздің ғылымдағы жолымызда, өмірімізде үлкен роль ойнайды да. Өйткені бір басталған жері деп түсінуге болады да, көбіне. Мен кейсімде сондай деп ойлаймын да. Енді сізде сол қай бакалавриат кезі болды ма, или именно қай кез сол бір екеуінің қиылысқан жері? Иә, өкінішке орай сол мен кішкене кеш келдім институтқа. Әрине, өкінішке орай. Сіздерді мысалы мен есімде жаңағы Жанұзақ ағай ғой дейміз, рекомендациямен бірнеше балалар жетектеп апарып институтқа белсенді жаңағы ғылыммен айналысып жатқан ғалымдарға таныстырып, жақсы оқитын болар. Бірақ менде ондай болған жоқ. Мен институтқа келуім олимпиадамен байланысты тағы да. 2016-да мен магистратура бітірдім. Содан кейін бір жыл менде ойлану уақыт болды. Ары қарай не істеймін деген. Сөйтіп бұрынғы істеп жүрген жұмыстарымды мен жүрдім. Сөйтіп жүрген кезде бір мынау әскери бір колледж бар. Сол жерде әскери колледжда бір техникалық бірдеңе атын ұмытып қалдым. Сондай бір осы СНГ-ның жаңағы әскери инженерлік бірдеңелерімен біз тығыз байланыста жұмыс істейтін колледж. Сол жерде сол колледждің студенттеріне арналған математикалық олимпиада өтеді. Халықаралық. Әсіресе СНГ-ден келеді, өзі бір 5-6 мемлекеттен келіп, біресе Қазақстанда, бірде жаңа Россияда, бірде анда, бірде анда өткізеді екен. Сол бір жылдары Қазақстан жаңағы хост деп айтамыз ғой, қабылдаушы болып ұйымдастырған. Сөйтіп жюри іздеген кезде мені тауыпты. Сөйтіп институт математикадан сұраған Дүрітхан профессор, қазір енді академик болса, қазіргі академик Садыбеков Махмұт ағай, қазіргі директор, сол екі кісі келіпті. Сөйтіп жаңағы студенттердің олимпиадасының есептерін талдап жатқанбыз. Сөйтіп дифурға қатысты бір есептер болды, дифференциалдық теңдеулерге. Соны талдап етіп жазсақ, жаңағы Дүрітхан ағамызбен енді әңгімелесіп қалдық. Сен қаяқта жүрсің, не істеп жүрсің деп сөйтіп шақырды. Мен осылай енді құры жүрім бітірдім деп сөйтіп айтам ғой, бізге келсеңізші деп институтқа. Сөйтіп шақырып алды. Сол кісінің шақырғанының арқасында мен өзім жаңа қалай қайда барам деп білмей жүргенде бір енді шыны керек ол маған бір үлкен сый болды. Осы ғой мен іздеп жүргенім деген сияқты. Сол бірден шақырған кезде бардым, бара салып сол тапсырмалар алып сол кісіден, сосын докторантураға тапсыр деп бұйырды, маған ұсыныс тастады. Сосын докторантураға тапсырып сол жылы түстім. Содан бері міне сол кісілердің айналысатын саласымен айналысып келемін. Ғанибет. Осында Нұрсұлтан ағаймен де сұхбат жасап едік. Сол кезде Нұрсұлтан ағайды айтып еді, мен осы ғылымға келуіме көп әсерін тигізген Дүргітхан ағай деп. Яғни Дүргітхан ағайымызға көп алғыс. Иә, енді ол кісі қазір жас академик қой. Өте керемет математик. Тіпті танымал болып келе жатыр. Бұрын біз математик десе тек Асқар ағайды танитын едік. Қазір математик десе мүмкін жастар Асқар ағай және Дүрітхан деп танитын шығар. Сосын әрине Махмұт ағайымыздың еңбегі өте үлкен. Магистратурада сабақ беріп, бізге жетекшілік жасап, шетелге жіберіп, сосын барған кезде әлі де көптеген студенттерді қанатын алып, ол кісі институтта тәрбиелеп жобалары бар. Енді алдағы уақыт ол туралы да көбірек айта жатармыз. Иә, жаңа бір қысқаша сол кісілер енді өзіңде барған кезде, мен де барған кезде үлкен қолдау көрсетті ғой, қаржылай болсын, жалпы сабақ үйрету. Сол нәрселерден біз көрген
үлгіміз бойынша тәрбиеміздің арқасында қазір сіз керемет семинарлар ұйымдастырасыз, көріп жүрмін. Балаларға үйретесіз. Солардың сізге берген тәрбиесінің арқасы шығар енді ол. әрине өте керемет. Енді жалпы енді СДУ-ға жайлап келе жатырмыз. Жалпы СДУ-ға қалай келдіңіз, және қазір СДУ-да қандай жобалармен айналысып жатсыз? Сол туралы айтып өтсеңіз. СДУ-ға енді келудегі ең үлкен себебі өзіңіз шақырдыңыз сіз. Себебі енді жарайды, сіздің көрермендеріңізге СДУ-да математикалық олимпиада деген курсты ашқан Баян ағай бастаған, мен білуімше. Сөйтіп ашып, соған сабақ беретін маман ретінде сіз жақсы келетін едіңіз, бұрын олимпиадаға қатысқансыз деп сөйтіп мені шақырды. Мен әрине қуана келістім. Енді СДУ сияқты жерде жұмыс істеу керемет қой, корпусы да жақсы, студенттер ортасы да, жалпы естиміз, бұрыннан білеміз, СДУ-ды бітірген әріптестеріміз бар. Сондықтан мен қуана келістім. Негізгі келуімнің жаңа себебі Баян мырза. Рахмет. Енді қандай жобалар қазір жатсыз СДУ-да? СДУ-да қазір олимпиадаға дайындық тобына былай жетекшілік етем. Сабақтан бөлек ол, клуб десек те болады. Оларға біз кітаптар, жаңағы арнайы есептер былтырғы жылы 1 жыл бойы мен дайындадым. Семинарлар өткіздім, жаңағы бірге келіп есеп шығарамыз, тақтада талдаймыз. Сол үрдіс әлі жалғасуда. Биыл енді мен белсенділігім сәл төмендеу, бірақ ол жұмыс істеп жатыр. Студенттер өздері жаңағы мүше, жаңағы топқа мүше студенттер өздері келіп дайындалады. Бұл өте жоғары деңгейдегі математикалық олимпиада есептері шын мәнінде. Қазір студенттердің халықаралық олимпиадасы деген бар. Сол өтеді. Сондай республикада да өте жоғары деңгейде өтеді бізде. Әрине мектеп олимпиадасы сияқты танымал емес, бірақ өтеді. Сондай өте қиын, күрделі, идеяға толы есептер бар. Соларды біз жинақтап, бір база жинағанбыз, соларды шығарады, келген студенттер сонымен айналысады. Ол бір бағыт. Келемдеушілер болса, бізде топ бар, соған қосылып. Сенбі күні, қателеспесем. Сенбі күні, соған келсеңіздер болады. Сонымен қатар қазір былтыр күзде де, биыл да 2 түрлі форматта бір кішігірім семинар ұйымдастырып жатырмыз. Ол былтыр күзде былай болған. Менің өзім айналысатын математикадағы салаларым бойынша студенттерге тапсырма беріп, магистрант және бакалавр студенттеріне сол жақта ғылыми зерттеу жұмыстарын жасау. Яғни сұрақтар бар, ғылыми ашық сұрақтар, соларды қою арқылы сол саладағы локальный. Соны зерттеуге бағытталған семинар еді. Былтыр күзде жаңа магистранттарға көбірек бейімдеген едік. Ал қазір жеңіл форматта спектрал теориядан бакалавр студенттеріне қазір семинар ұйымдастырып жатырмыз. Сәрсенбі күні өте жақсы, белсенді жұмыс істеп жатыр. Қазірше сонымен айналысып жатырмыз. Енді мақсат әрине, лапкада отырамыз. Осы біз алдағы жоспарымыз енді үлкен, мақсатымыз спектралды теорияда жаңағы өте бір қызық сұрақтар бар, Стеклов есебі дейді. Енді оны семинарға келгенде математикасын түсіреміз. Жалпы келсеңіздер айтып бір қызық саланың бірі, физикасы бар сондай. Сол салада да енді үлкен жоспарымыз бар, үлкен зерттеулер жасаймыз деген ойдамыз. Себебі сол саладан шыққан жаңағы нәтижелер, мақалалар өте керемет журналдарда жарияланып жатыр. Және трендтегі бір. Ол саланы, яғни мен Европадан үйрендім. Менің Италиядан шетелдік жетекшім сол италиялық кісі. Сол кісінің айналысатын саласы. Енді болашақта студенттерді сол жаққа оқуға жіберсек деп
армандап жүрміз докторантураға бір күшті маман болып келсе екен деген оймен. Жалпы сондай қазір істеп жатқанымыз. Тамаша. Яғни ағайымыздың екі үлкен жобасы бар. Сол екеуіне де былайша айтқанда есік ашық, иә? Есік ашық әрине. Яғни олимпиада. Ең бастысы жаңағы талап болу керек. Иә. Керемет білімді болудың керегі жоқ. Біздің мақсат сол үйрену. Иә. Бәрін білетін адамға ештеңе үйрете алмайсың ғой. Сондықтан ең бастысы талап, ниет болу керек, кішкене фанат болу керек математиканың. Сөйтіп келсеңіздер сол жеткілікті. Иә, мен бір үйренген сөзім бар еді ағаларымнан, жаңағы Қанат ағам айтады ма екен, есімде жоқ, ағаларымнан үйренген сөзім. Айтады да, сабақта отырған кезде студенттерге айтамын, мынаны бірден түсінбей жатсаң да ештеңе етпейді, өте жақсы, бір-екі рет қайталаңыздар, сосын артынан түсініп кетесіздер. Егер де бір айтқаннан түсініп алған болсаңыз, онда құттықтаймын, сіз генийсіз. Сізге енді менің үйрететінім шамалы аздау деген сияқты. Сондықтан бұл жерде үйрену мақсаты. Олимпиада клубы бар, яғни ғылым жайлы сөйлесетін семинар бар ағайымыздың. Осы екеуіне де келіп есеп үйреніп, жалпы өз орындарыңызды тауып кетсеңіздер болады. Кейде андай деп те ойлаймын, бір жағынан сол салаға қызығып, сол саламен айналсам деп барудан гөрі бір шабыт алу үшін бару да маңызды сияқты, қалай ойлайсыз? Яғни сізге бір мотивация жетпей жүрген болса, бір от жанбай жатқан болса ішіңізде, просто ағайдың сабақтарына барсаңыз да сол жерден бір түсініп от алуға болады деп ойлаймын. Өйткені ол жерде атмосфера бар, иә? Иә, әрине. Бір адамдардың қызығушылығы жиналған жер ғой бұл. Иә. Ол жерде көп нәрсе үйренуге болады деймін. Хотя мысалы спектральный теорияны білмесеңіз, қызыған ба, қызықпайын ба деп шеше алмай жүрген болсаңыз, ағайға барсаңыз да, яғни сала ретінде таңдай қоймасаңыз да, ағайдан көп нәрсе үйренуге болады, иә? Әрине, тек менен ғана емес, әрине, студент, ол жерде бір орта ғой, кішігірім болса да. Себебі біз жалпы өмірге, болашаққа, мамандыққа көзқарасымыз әртүрлі адамдарда әртүрлі болуы мүмкін. Бірақ жаңағы ықтималдық теориясы бар ғой, адам көбейген сайын, ол тек менімен ғана сөйлеспейсіз, жаңағы студенттер бар, бір-бірімен пікір алмасасыз. Сол арқылы мүмкін өзіңізге бір идея келеді, жаңағы мотивацияны мүмкін сол біреу менің сөзімнен болмаса да басқа біреудің. Сол жалпы сондай бір ортаға түсу керек бірінші. Шынымен. Енді мына жерде бір кішігірім бір резюме айтып кетейін. Жалпы математикалық олимпиада қалай басталды? Енді бүгінгі тақырыптарымыздың негізгі бір тақырыбы осы ғой. Жалпы СДУ-да математикалық олимпиада бұрын көп жүргізілмеген деп түсінемін. Жалпы мен өзім 21-де келдім жұмысқа. Бізде белгілі бір уақыттан кейін Мадина Әбдікәрім деген апайымыз бізде заведующий болды. Сол кісінің бір нұсқаулығымен, бір кеңесімен деп айтсам болады. Осында Мейірбек ағайымыз болған, Мейірбек Сіләмхан ағайымыз. Сол кісі екеуміз олимпиада клубын ашып, олимпиадаға дайындап бастаған едік. Сол жерде біраз дайындық жасап, енді Мейірбек ағайды да сондай деп ойлаймын. Бізде жалпы мен өз басымда олимпиада қатысты көп андай тәжірибе жоқ. Олимпиадамен мектепте жүйелі түрде айналыспадым, еш жерде жеңімпаз болған емеспін. Единственный жаңағы кенгуру ма, ақбота ма, содан не алғаным бар. Қай кез екен білмеймін, 6 екен, бәлки, может, сіз сол 6-5 сыныптар шығар мүмкін. Бар сол нем сол жерде. Бірақ бір қызығушылық бар еді осы бір маңызды сала, осымен студенттер айналысу керек, осы болу керек деген бір идея болатын еді. И ол идея Мейірбек ағайда да болды. Сөйтіп біз қосылып, өзіміз білмесек де, кем дегенде өзіміздің білетін кішігірім білімімізді бөлісіп, сөйтіп олимпиада қызығатын балаларды жинап дайындағанымыз бар еді. Сырттан мектепте мұғалімдерін дайындап жүрген, мектепте жақсы олимпиадаға дайындап жүрген, мысалы Нұржігіт сияқты ағайларды шақырып, ол кісі мен өзім группаласым, сөйтіп кішігірім семинар ұйымдастырып деген сияқты болған. Бірақ сөйтіп республикалық олимпиадаға алғашқы қатыстық сол кезде. Сол кезде бір 3-ші орын алғанымыз бар. Ол кезде бірақ біз тек балалардың күшімен ғана. Сол кезде жақсы балалар болды. Бізде жаңағы Димаш болды,
сосын Ясин, Сұлтан деген жігіттер болды. Солар жақсы орын алып, енді олардың білетін біздікінен көп еді. Солардың өздерінің талаптарының арқасында бір алған едік. Сөйтіп Нұрбек ағайымызды тапқан өте қуанышты болдым. Сөйтіп өзім заведующий болған кезде сізді сол шақырып сізге благополучно өткізіп бергеніме қатты қуанамын. Осы күнде жалғасын тауып сол нәрсенің жүріп жатқанына, яғни бәрібір де шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой. Өзінің маманы келіп сол нәрсені қазір міне байқап тұрсыздар, жүйеге қойып айналысып жатсыз. Былтыр өзіңіз дайындалсаңыз, биыл студенттеріңіз дайындап жатыр деген сияқты. Өте қуаныштымын осылай жалғасын тауып жатқанына. Жалпы бір қысқаша резюме осы олимпиаданың СДУ-дағы. Енді бір жаңа бір айтып қалдыңыз Италия деп, соның ішіне барайық енді. Жалпы студенттерден келіп жатыр сұрақ, жалпы әлемнің қанша елінде болдыңыз, қандай елдерде болдыңыз деп сұрап жатыр. Яғни бұл жерде айта кететін, ғалым кісі, қалай айтсам болады, ғалым адам кедей емес деп айтайын. Ол кісіде всегда мүмкіндік болады, әлем аралайды, жер көреді, ел көреді. Әрине, шын мәнінде егер нағыз ғалым болсаңыз, ең бай адам шығарсыз. Енді осы ғылым саласына келгеннен кейін бір кішігірім болсын ғылыми нәтиже алсаңыз, сіз оны не істейсіз? Оны сіз жариялайсыз, мақала ретінде ғылыми, және де сол жаңалықты өзіңіз сияқты айналысып жүрген адамдармен бөлісесіз. Яғни конференцияларда, семинарларда баяндама жасау арқылы өз жұмысыңызды таныстырасыз. Осы мен енді жаңағы осы не үшін айтып жатырмын, қай жерлерде болдыңыз дегенде, мен қай жерде конференциялар болды математикалық өз салам бойынша, сол жерлерде болдым. Мен қай жерде болмадым десең? Иә, нақтырақ енді әлемнің көптеген осы конференциялардың арқасында көптеген үлкен орталықтарда, қалаларда болдым. Европаның басым көпшілік елдерінде болдым. Астаналарында да болдым. Америкада да болдым. Америкада 2 конференцияға қатыстым. Биыл сол жерде жаңағы Fields лауреатын тағайындайтын ICM конгресс, үлкен конгресс Филадельфияда болады. Соған бара жатсыз, бұйырса тіркеліп қойдым. Тағы да Америка, Австралияда, Сиднейде болдым. Конференцияда Токиода болдым, Японияда. Маған әсер еткені осы Токио қатты әсер етті. Токиода болдым, сосын Саппорода болдым, Японияда. Бұл Жапон халқы бір ерекше кішіпейіл, сондай керемет халық екен. Ғылымдары да сондай ғылым жасау, жаңағы қалай дейміз, подходтары да өзі ерекше, бір керемет, оңай түсіндіреді. Оңай есептерден қиын сұрақтар тауып алады былай жатқан кезде. Сол жалпы енді көп жерде айтуға болады. Африкада боласыз ба? Африкада болған жоқпын. Жоғары жақтың бәрін аралапсыз да? Африканы сұрап жатқан ғой. Африкада жаңағы біздің әріптесіміз келіп жатыр ғой, Мароккодан. Шақырып алдық па? Сол жігіт конференция ұйымдастырса барамыз деп ойлап. Айтпақшы, сол келесі біздің жобаға сол Әмин ағайымыз шақырғымыз келіп жатыр, сондай болып тұр, бұйырса. Енді жалпы соңғы бір сұрақтарымыздың біреуі, жалпы бір алда қандай есептермен айналысқыңыз келеді? Жаңағы спектральный теорияға қатысты ойыңызды көрдік. Тағы да басқа қандай жобаларды қолға алып жүзеге асырғыңыз келеді? Немесе спектральды теорияға қатысты бір нақты бір ойларыңыз бар ма? Қазіргі осы ғылыми жаңағы бағыт бойынша негізгі ойым, жоспарым осы спектралды теориясындағы жаңағы сұрақтарды жақсылап үйреніп алу, сол салаға маман дайындай алатындай бір деңгейге жетсем деген
сондай өзім мақсатым бар. Ол жерлерде жалпы анализдің сұрақтары көбірек, мысалы меншікті мәндердің спектрал конверженс, яғни жинақтылығы әртүрлі облыстарда бір-біріне жақын. Облысты қозғалтсаңыз, сонда геометриясы бар бір көп салаларды бір дағы білімді бір қажет ететін бір сол бір бағыты бар. Сол саланы ары қарай дамытып, сол салада мамандар дайындағым келеді. Сол қазіргі істеп жатқан, соған қарай жұмыс істеп жатырмын. Сол бағытқа қарай көп күш салып жатырмын қазір. Жақсы. Нұрсұлтан Айбыр сұрап жатыр еді, осы біздің заведующий, сіз докторантураға қазіргі бір дайындап жатқан балаларыңыз бар ма деген сияқты, или ондай балалар әлі жетіле қоймады ма? Жалпы қазір магистранттарым бар, ішінде жақсы жұмыс істеп жатқан, жұмыс істегендері бар. Бірақ енді ол кісілердің докторантураға жоспары бар жоқ екенін білмеймін. Бірақ бакалавриатта 2 студентім бар, 4-ші курс оқиды олар. Олар енді ғалым боламыз деп сондай қазір ынталанып, талпынып, сол зерттеумен айналысамыз деп атын айтайықшы. жатыр. Біреуі Әли, 4-ші курс математикада оқиды, екіншісі Нұрлыхан, ол да математикада оқиды. Қазір шын мәнінде ынталары өте тамаша, энергиясы өте көп, жұмыс істеуге әрдайым дайын тұрады кез келген уақытта. Қазір сол жаңағы тұрақты математикамен тұрақты айналысу үрдісін үйреніп жатыр. Үйреніп те қалды. Олар отыра алады, қазір бір орында тапжылмай отырып оқи алады, ойлана алады. Ол сол жаңағы дағдыларын көріп қуанамын кейде. Соларда бір жақсы ғалым шықса екен деп тілеймін. Жетіліп келе жатыр дейсің. Осы үмітім енді осы кісілер жаңа математиканы жалғастырып PhD оқиды деп ойлаймын енді. Иә. Өте, мен де жалпы көріп тұрам, олардан өте үлкен үміт күтеміз. Енді соңғы бір сұрағымызға да келдік. Жалпы бізді көріп отырған жастарға, жас математиктерге қандай кеңес бересіз? Кеңес әрине адам бірінші өзіне ұнайтын нәрсемен айналысу керек. Сізде мынандай сезім бола ма, мысалы еркіндік? Иә. Ол қай уақытта адам еркін болады? Ол өзінің сүйіктісімен айналысқан кезде ғана еркін болады. Сондықтан өздеріңіздің сүйікті істеріңізбен айналысуды үйрену керек. Егер математиканы жақсы көрсеңіз, әрине соны жақсы көріп, соған ден қойып бір айналыссаңыз, сіз еркін боласыз. Сол кезде сізде жаңағы шабыт көп болады, ынта көп болады. Сол үшін солай, сосын әрине өз айналысатын салаңыз бойынша қатты шашырамай, жинақы бір бағытта, бір мақсатпен жүру керек. Яғни сол мысалы Стеклов есебін алайық, мен жаңа айналысып жатырмын деген. Сіз сол Стекловтан ең мықты маман болғаңыз. Барлық жерде идея сондай. Сіз бір нәрсені бастадыңыз ғой. Маңызды емес ол қанша көп адам соны істеп жатыр, бірақ сіз солардың ішіндегі ең мықтысы болуға тырысыңыз. Сол кезде сіз өзіңізге сенімді боласыз, әрине сұранысқа ие боласыз. Ол тек математикада ғана емес, меніңше барлық жерде солай. Сондықтан айналысқан нәрселеріңізді жақсы көріп, шын содан рахат алып, ләззат алып айналысса екен деп тілеймін. Сонда адам өзін бақытты сезінеді. Иә. Қанат ағамыздың айтатын өлі ғой, профессионал болу керек. Профессионал болу керек. Профессионал болу керек. Жақсы, сізге көп рахмет бүгінгі сұхбатымызға келіп, бізге өзіңіздің тәжірибеңізбен, жалпы ойларыңызбен бөлісіп жатқаныңызға көп рахмет. Сізге алғысымыз шексіз. Ары қаратайда көбірек сізден нәтижелер күтеміз. Еңбектеріңізді бұдан да көп болады деп үміттенеміз. Сондықтан сізге творчестволық табыс тілейміз. Сізге көп рахмет.
Сізге де рахмет, табыс тілеймін. Жобаңыз дами берсін, көркейе берсін. Рахмет. Жақсы, көріскенше сау сәлемет болыңыздар.